Қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі құрамы қарапайым, қолжетімді медовый балды торт дайындайтын боламыз. Бұл тортты тапсырысқа, яғни заказға пісірсе де болады. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі бөлме температурасындағы 4 жұмыртқа, қант, сода, бал және сары май, одан кейін ұн керек болады. Ұнды елегіштен өткізесіздер. Кастрюлемізге сары майды саламыз. Барлық құрамын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сары майды салған бетте қантымызды, одан кейін балымызды салып, жақсылап араластырып тұрамыз. Жақсылап араластырып осылай ертіп аламыз. Міне барлығы ерігеннен кейін үстіне сода қосамыз. Содан кейін жақсылап тағы да араластырып, баяу отта 1 минуттай ғана ұстаймыз. Осылайша көпіршіктене бастайды. Оның көлемі де осылайша 2 есе өседі. Міне енді оттан түсіреміз де жақсылап араластырып, салқындатып қоямыз. Суығаннан кейін жұмыртқаларды біртіндеп сала отырып, осылайша венчиктің көмегімен немесе миксермен араластыруға болады. Барлық жұмыртқаларды қосқаннан кейін, енді осылайша ұнымыздың бір бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Енді қалған екінші бөлігін салып, осылайша тағы да жақсылап араластырамыз. Оның барлық бөлігін салғаннан кейін бізге араластыру қиын болады. Сондықтан оны жақсылап тағы да бір осылайша қасықтың көмегімен жайлап араластыру керек. Міне бізде дайын болды. Қоймалжың қамыр шықты. Оны осылайша пищевая пленкаға орап, жақсылап ораймыз да тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта 3-4 сағаттай тұру керек. Міне енді тоңазытқыштан алғаннан кейін біздің қамырымыз осылайша кішкене қаттылау болады, икемге келеді, қолға қатты жабыспайды. Енді қамырымызды осылайша колбаска сияқты ұзындау етіп қолымызбен жаямыз да 2 бөліктен де 2 бөлікке бөлеміз. Сол бөліктің өзін әрқайсысын теңдей 7 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде 14 бөлік болу керек. Енді әр бөлігімізді осылайша пергамент қағазының үстіне орналастырып, оның үстінен тағы да бір пергамент қағазын қойып, оқтаудың көмегімен осылайша жаямыз. Жақсылап жұқалау қылып жаямыз барлығын. Содан кейін формамызды алып, осылайша із қалдырамыз. Із қалдыруымыз себебіміз піскеннен кейін ол жаңағы жан жақтағы шеткі бөліктерін кесіп тастауға оңай болады.
Алдыңғы дайын болған корждарымызды біртіндеп 3-4 минут қыздырылған пеште 180 градустық 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге вареная сгущенка, 30% қаймақ және 82,5% бізге сары май қажет болады. Міне енді осылайша барлығын біртіндеп қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Ең бірінші вареная сгущенканың өзін араластырамыз, одан кейін сары майды қосып араластырамыз. Әрқайсысын 3 минуттай араластыру керек. Одан кейін қаймағымызды біртіндеп қосып, осылайша араластырып, қоймалжың жаңағы крем дайындаймыз. Міне енді корждарымызда дайын болды. Барлығы пісіп шықты. Енді оларды біртіндеп алып, осылайша белгі бойынша кесіп шығамыз. Кейін олар біздің оформленияға керек болады. Алғашқы коржымызды астына крем жағып, осылайша орналастырып, үстінен тағы да 2 қасықтан крем салып отырамыз. Әрқайсысына 2 үлкен ас қасықтан салып, осылайша жақсылап жайып, кремімізді жағып аламыз. Содан кейін барып, корждарымызды орналастырып отырамыз. Бізге негізі форманы кигізіп қою керек, сонда торттың формасы түзу болып шығады. Кремін жағып біткеннен кейін корждардан қалған артық бөліктерді блендердің көмегімен немесе қолмен үгітіп, осылайша барлық бөлігіне жағып шығамыз, және үстіне әсемдеу үшін құлпынайды бөліп орналастыруға болады. Ауызашар шайына арнап пісіріп көріңіздер. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Нұргүл Амантаева.